Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз қыстың ең сиқырлы құбылысы қардың еріккен жауатынын білетін боламыз. Қар қалай пайда болады деп ойлайсыңдар? Бәрі аспандағы кішкентай бұлттардан басталады. Бұлттар судың ұсақ тамшыларынан немесе мұз кристалдарынан тұрады. Олар өте кішкентай. Ауа өте суық болғанда бұлттардағы су тамшылары немесе бу мұз кристалдарына айналады. Бұл кристалдар бір-біріне жабысып үлкейе бастайды. Олар жеткілікті түрде үлкейгенде ауырлап аспаннан жерге қарай құлай бастайды. Бұл біз көретін қар ұшқындары. Әрбір қар ұшқыны ерекше және әдемі. Олардың ешқайсысы бірдей емес, дәл сен сияқты. Бұл табиғаттың кереметі. Егер ауа райы жерге жеткенше суық болып қалса, онда біз қардың жауғанын көреміз. Егер жылырақ болса, қар жаңбырға айналуы мүмкін. Міне, сондықтан қыста қар жауады. Енді сендер қардың қалай пайда болатынын білесіңдер. Қысқы ойындарды ұмытпаңдар.